Кеш жарық кезекті бейне сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мынандай PDF форматындағы құжатты қалай Microsoft Word түріне ауыстыру керектігі көрсететін боламын. Енді Google-ға кіреміз. Кіргеннен кейін конвертация деп іздейсіздер. Міне мен іздеп тауып алдым. Жоғар жағынан мына конвертировать деген PDF дегенді басасыздар. PDF-ті Word түріне ауыстыру. Міне мен бастым. Келесі PDF форматымызды алып осы жерге жүктейміз. Мынаны басасыздар, міне көрсетіп тұрмын. Осы қызыл батырманы басқаннан кейін пайыз жүреді. 100%-ға жеткен кезде біздің құжатымыз дайын деген сөз. Яғни жаңағы PDF форматындағы құжатымыз Word түрінде ашылатын болады. Менің каналыма жазылып, комментарий жазып қойыңыздар. Сонымен қатар әрдайым мені жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып қойсаңыздар болады. Сәл күтеміз, 50% қалды. Кішкене күтеміз. Міне, сіздер күткен құжат 77% болды. Келесі 92. Бір минут, 2 минуттың ішінде жасалады. Міне, кішкене күтесіздер. 1 минут, 2 минутта жасап аяқтауға болады. Міне, келесі скачать, яғни жүктеу батырмасын басамыз. Жүктелді. Қазір міне жаңағы біздің PDF форматындағы құжатымыз Word түрінде ашылады. Міне. Разрешите редактировать дегенді бассаңыздар. Редактировать, яғни түзетуімізге болады екен. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне, Word түрінде ашылды. Бұл өте ыңғайлы деп ойлаймын. Сау болыңыздар.